Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет салат, винегрет салатын жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл салатты жасау үшін қызылша, сәбіз, пияз, картоп, тұздалған қияр, тұздалған капуста, сарымсақ қажет болады. Алдыменен көкөністердің барлығын жақсылап, тазалап, жуып аламыз. Одан кейін кастрюльге су құйып, қызылшамызды және басқа да көкөністерімізді қайнатып пісіріп аламыз. Қызылшаны мен бөлек ыдысқа қайнатып жатырмын. Алдыменен қызылшамды пісіріп алайын деп. Картоп пен сәбізімді одан соң қайнатып пісіріп аламын. Мінекей мен картоп пен сәбізімді тазалап жуып жатырмын. Барлығын осылай жақсылап жуып тазалап аламыз. Мен салатымды молдау қылып жасап жатырмын. 1 килограммдай қызылша және 1 килограммдай картопты жуып тазалап жатырмын. Одан кейін кішкене 1-2 сәбіз, пияз, тұздалған қияр сияқты осындай көкөністердің барлығын қосатын боламыз. Мінекей қызылшам қайнап жатыр. Қызылша кішкене көбірек қайнайды, 1 сағаттай. Одан соң қызылшаның піскен піспегенін пышақты тығып көріп, одан кейін піскенін байқасақ, осылай судан сүзіп аламыз. Кішкене суытып қоямыз сүзіп алғаннан кейін. Мінекей қызылшам пісті, сүзіп алдым. Одан кейін осы суға мен картоппенен, қайнап тұрған суға картоппенен сәбізді салдым. Картоптың және сәбіздің сыртқы қабықтары болғандықтан, судың қызылы картоппен сәбізге әсер етпейді. Осы қайнап тұрған суға картоп пен сәбізді пісіріп аламын. Мінекей картоп пен сәбізім қайнап жатыр. Бұны да тексеріп, піскеннен кейін судан сүзіп аламыз. Міне, барлығы піскеннен кейін барлығын қабығын аршып, салат жасауға дайындап қойдым. Қызылшаның, картоптың және сәбіздің сыртқы қабықтарын тазаладым. Одан кейін қажетті тұздалған капуста, тұздалған қияр сияқты көкөністердің бәрін дайындадым. Мінекей 1 дана пияз алдым. Сосын 2-3 дана чеснокты дайындап қойдым. Қазір енді осы тазаланған көкөністердің барлығын кубик етіп, майда кубик етіп турап шығамыз. Барлығын жеке-жеке турап, салат жасағанға осылай дайындап қоямын. Қызылшаны білесіздер, қызылшаның бұл ағзаға тигізетін пайдасы өте мол. Дәрумені көп, өте пайдалы көкөністердің бірі. Қыстың күні осындай салат жасап жесеңіз өте пайдасы көп болады. Өзі әрі өте тойымды, өте сіңімді, керемет салаттардың бір түрі, дәмі де өте ерекше. Мінекей туралған көкөністердің барлығын бір ыдысқа жинап жатырмын. Картоп пен сәбізді, қызылшаны және қиярды бәрін бір ыдысқа салдым. Және тұздалған капустаны да қостым. Одан кейін қажетті дәрумендерді салып жатырмын. Жарты шай қасықтай қара бұрыш, жарты шай қасықтай қызыл бұрыш,
кристаллик, туз салдым. Тузды азырақ салдым, тола 1 қасықтай. Одан кейін 2 қасықтай құм шекер салдым. Сосын осы салынған дәмдеуіштердің барлығын және көкөністердің барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Бәрін жақсылап араластырдым, мінекей. Жақсылап араластырдық. Енді осы араласқан көкөністердің үстіне сарымсағымды саламын. Мінекей сарымсағымды салдым бетіне. Енді қызып тұрған табаға май құйып, жаңағы пиязымды қуырып аламын. Қып-қызыл қылып әдемілеп қуырып аламыз пиязды. Майын көптеу құямыз. 150 граммдай майға пиязды осылай жақсылап қып-қызыл қылып қуырып аламын. Одан кейін қызып тұрған қуырылған пиязы бар майымды осы салаттың үстіне, сарымсақтың үстіне қазір құятын боламын. Осылай қайнап тұрған кезінде, ыстық кезінде сарымсақтың үстіне осылай құямыз. Одан соң осы қосылған пиязы бар, көкөнісі бар, дәмдеуші бар, барлығын жақсылап тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді осы дайын болған салатымды тоңазытқышқа қойғанға ыңғайлы кастрюльге салып, мен кастрюльге аударып салдым бәрін. Бетін жауып, 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоямын. Сол кезде барлық дәмдеуіштері сіңіп, дәмі өте керемет болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар. Менің арнама тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сіздер де осы салатты жасаңыздар, өте керемет салат.